Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы Сылқамал Бешенқызымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық руханиятымыздың өзегі тіл. Әдеби тіл, дауысты дыбыстардың жазылуы. Бұл сабақта сіздер ұлттық тіліміздің құндылығын, әдеби тілді, дауысты дыбыстардың жазылуын білесіздер. Сол арқылы ұлттық тілдің маңызын, әдеби тіл және оның стильдік тармақтарын, сонымен бірге дауысты дыбыстардың жазылуындағы заңдылықтарды меңгеретін боласыздар. Олай болса, ең әуелі мына тапсырманы жасап көрейік. Шахмат аты секілді жүріп отырып, Ғабит Мүсіреповтің ана тілі туралы айтқан ұлағатты сөзін оқыңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Егер сіздер шахмат атының жүрісі бойынша жүрген болсаңыздар, мынадай сөйлем шығады. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Иә, қай халықтың болмасын, тілі өмірінде маңызды рөл атқарады. Қандай да бір ұлтты біз түріне және тіліне қарап ажыратып жатамыз. Тіл руханиятымыз, барымыз да, нарымыз да сол тіл. Тіл туралы ғұламаларымыз былай деген болатын. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беруі зор қата. Бұл оқығандардың хам оқушылардың есінен шықпауы керек. Халел Досмұхамедұлы. Ана тілі қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. Онда дәм де, мән де болу керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Бабаларымыздың тұжырымды ойынан мынаны білеміз. Тіл мемлекеттің табан тірейтін тұғырлы темір қазығы, ұлттың тірегі, өз халқымыздың рухани байлығы, өткені мен болашағы. Тіл тәуелсіздігіміздің қуатты құралы, асыл ой мен парасат белгісі. Елдігіміз бен бірлігіміздің туы. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп келе жатқан тіл саясатының арқасында қазіргі таңда тіл туралы оңды қоғамдық көзқарас қалыптасып отыр. Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ тілі бүгінде ұлттық руханиятымыздың өзегіне айналды. Президентіміз былай деген болатын. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де ұмытпаған жөн. Балалар, жоғарыдағы бейне жазбалардан ұлттық тіліміздің құндылығын онан ары тереңдей түсінуге болады. Олай болса, келесі тапсырманы жасаңыздар. Бұл тапсырмада мәтінді оқып, негізгі ойды анықтаңыздар. Алаш зиялыларының тіл мәселесін не себепті алаңдатқанын, бұл мәселенің әлі де күн тәртібінен түспеу себебін талқылаңыздар. Мәтінді оқып болсаңыздар, өз ой қорытындыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Яғни бұл мәтінде алаштықтар ана тілін ұлт болмысының басты бөлшегі ретінде қарастырып, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесінде алатын орнына ерекше назар аударды. Қазіргі кезде ана тіліміз өрісті тақырыптардың біріне айналып отырса, олардың алғашқы үлгілерін дүниеге келтірген осы алаш қаламгерлері болатын. Алаш зиялылары ұлтымызды ұйыстырып, елдігімізді нығайту мақсатында күрескен. Алаш қайраткерлерінің тіл туралы
Осы көкейкесті ойлары азаттық алған бүгінгі қазаққа да жолбасшылық етуде. Себебі тіл мәселесі бүгінгі күнде ұлт болашағының маңызды мәселесі болып отыр. Балалар, келесі біздің тілдік бағдар тақырыбындағы келесі бөліміміз әдеби тіл. Әдеби тіл тақырыбын түсіну үшін келесі бейне жазбаға назар аударайық. Әдеби тіл жалпы халықтық тілдің белгілі жүйесі бар. Жазу дәстүрімен әртүрлі жазба және ауызша әдебиеттің негізінде қалыптасқан, сол тілде сөйлейтін адамдардың бәріне ортақ түсінікті тіл. Қазақ әдеби тілінің ежелгі үлгілері Орхон ескерткіштеріндегі көне түркі жазуларынан да 7 ғасырдың соңы, 8 ғасырдың басы кездеседі. Қазіргі әдеби тілдің қоғамдағы басты қызметі адамдар арасындағы қатынас құралы болуы. Әдеби тіл арқылы айтушының жазып қалдырған адамның ойын, пікірін ұғамыз, сұрағына жауап береміз. Әдеби тіл арқылы өзіміз көзбен көрмеген оқиға туралы мағлұмат аламыз. Әдеби тілдің ауызша және жазбаша тіл формалары бар. Қазақ әдеби тілі тарихындағы шығармалар қазіргі ұрпаққа көбінесе ауызша мәтін түрінде жеткен. Әдеби тілдің стильдік тармақтары ресми іскерлік стиль, ғылыми стиль, публистикалық стиль және көркем әдебиет стилі. Бұл жердегі ресми іскерлік стиль әртүрлі мекемелерде жүргізілетін құжаттардың қолданылатын стилі болып табылады. Ғылыми стиль ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, дәрістер мен ғылыми мақалаларда қолданылады. Публицистикалық стиль бұқаралық ақпарат құралдарында, мәжілістерде қолданылады, ал көркем әдебиет стилі көркем шығармаларда қолданылады. Біздің тілдік бағдар бөліміндегі келесі тақырыбымыз дауысты дыбыстардың жазылуы. Дауысты дыбыстар жалаң түрде және қосар әріптерде жазылады. Жалаң дауыстылар А, Ә, Е, О, Ö, О, Ү, Е әріптері. Бұлар барлық буындарда кездесетін дауыстылар және буын талғайтын дауыстылар болып бөлінеді. Барлық буында кездесетін дауыстылар А, Е, дауысты дыбыстары. Ал буын талғайтын дауыстылар Ә, О, Ö, О, Ү дауысты дыбыстары. Бұл буын талғайтын дауыстылар көбінесе сөздердің алғашқы буындарында кездеседі. Мысалы, дәурен, өсімдік, құлын. Буын талғайтын дауыстылар біріккен сөздер мен қос сөздердің екінші сыңарларының басқа буындарында жазылады. Мысалы, дәрі-дәрмек, жөн-жосық, кеш-құрым, қызылорда, өтем-мөте деген сөздер. Қосар әріпті дауыстылар айтылғанда екі дыбыстың қосарлануы арқылы айтылады, бірақ жазғанда бір әріппен жазылады. Мысалы, Ё әрпі И және О әрпінің қосарлануы арқылы айтылады. И әрпі және И немесе және И әріптерінің қосарлануы арқылы айтылады. Бірақ бір ғана И әрпі жазылады. Сол сияқты У, Ю, Я әріптері де қосар дыбыстар арқылы жасалған. Дауысты дыбыстардың жазылуында төмендегі қағидаларды ескеру қажет. Ә, О, Ö дыбыстары мына сөздердің екінші буындарында ғана жазылады. Мысалы, сірә, кінә, куә, іңкәр, күләш, күләнда сияқты сөздер. Ал сөз басында Ж, Ш дыбыстары мен И дыбыстарының ортасында келген А дыбысы көбінесе жіңішке Ә болып айтылады. Алайда ол жерде А әрпі жазылады. Мысалы, жай, жайт, шай. Айтқан кезде А дыбыстары Ә болып айтылады. Сонымен бірге, алдыңғы буындарындағы жіңішке дауыстылардың әуенімен жіңішке айтылатын Ә дыбысының орнына А әрпі жазылады. Мысалы, ләззат, рәсуа, жәмила, тәкаппар сөздері. Айуан, хайуан, хайуанат, кейуана, миуа, диуана, қиуа деген сөздерде осы таңбаланғандай жазылады. Қосарлы ый әріптері тек сый, тый сөздерінде жазылады. Мысалы, сыйлық, сыйлау, сыйымды, тыйым,
тыю, тыйылу. Дауысты дыбыстардың жазылу ерекшеліктерін тереңдей меңгеру үшін мына тапсырманы жасаңыздар. Берілген сөздердің айтылуын жазып, сөздердің соңғы буындарында о, ү дыбыстары айтылғанымен жазылмау себебін түсіндіріңіз. Жазған тапсырмаларыңызды дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Яғни бұл жерде о дыбысы естілгенмен әрпі жазылады. Мысалы, жұдырық сөзі о дыбысы естіледі, әрпі жазылады. Сол сияқты өрік сөзі дыбысы естіледі, әрпі жазылады. Дауысты дыбыстарды жазған кезде осы қағиданы қатаң түрде есте сақтау керек. Ұлттық руханиятымызды онан ары тереңдетіп, рухымызды көтеру үшін Мұхтар Шахановтың «Рух пен тіл» әнін бірге тыңдайық. Табиғаттың өзгермейтін заңына бір бетіңді, қай кезде де туған тілің туған анаң секілді. Бабалардың арманы бар мынау қызыл гүлдерде, олар елін тілін қорғап жанын қиған бұл жерде. Ұлтсыздану заманында тілің нарық табанында, көндістік бар қадамыңда, рухыңды басып кетті қарын. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың бәрін. Тіліңді жоғалтсаң, тіліңді жоғалтсаң, жоғалтасың бәрін. Балалар, өлеңді тыңдағанда қандай әсер алдыңыздар? Өз әсерлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Әрине, бұл өлеңді тыңдағанда өзіміздің ұлтымызға, тілімізге деген сүйіспеншілігіміз артып, тілімізге құрметімізді молайттық. Сонымен бірге ұлттық рухымыз байыды. Осы өлең арқылы рухымыз көтерілді деп айтуға болады. Олай болса, құрметті балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Үйге тапсырма тілдің туы жығылмасын тақырыбында мақала жазасыздар. Бұл мақаланың сөз саны 150-ден кем болмау керек. Сонымен бірге тақырыбының сәйкестігі, мағыналық тұтастық, ойдың бір-бірімен байланысы, мазмұнның жүйелілігіне назар аударасыздар. Берілген тақырып аясында нақты дәлелдермен шешу, өзіндік тұжырымдарыңыздың берілуі, сонымен бірге ұсынылған тезистердің сауатты дәлелдемелермен дәйектіленуі, түрлі көзқарастардың берілуі, мәселеге қатысты дәйек сөздердің пайдалануын ескерулеріңіз қажет. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.